Тал-теректің орнына көлік бекеті. Ақтөбеде кәсіпкер жайқалып тұрған жасыл желекті аяусыз кесіп жатыр. Бұған жергілікті тұрғындар наразы. Әкімдік әуелде 5 ағаш кесуге рұқсат берген, бірақ кәсіпкер бұдан 4 есе көп отап үлгерді. Тіпті жұрттан жасыру үшін аумаққа темір қоршау орнатқан. Бизнесмен жалға алынған 12 соттық жер теліміне техникалық қызмет көрсету кешенімен көлік жуу орнын салуды көздейді. Жергілікті билік болса, бұл мәселені шешуге уәде еткен. Жалпы заңсыз ағаш кескендерге әкімшілік және қылмыстық жаза қарастырылған. Айыппұл көлемі 600 мың теңгеден асады. Талды қопарып атқанын айтам. Сен әуелі деген қоршап ал, сосын халықпен сөйлес. Білмеймін, біздерді деген адамға саламайды. Сосын біздің Ақтөбеде қалай көктем басталады, өздеріңізде көріп жүрген шығарсыздар. Мыңдап тал егеді. Ол талдың бәрі солып қалады, суарылмағандықтан келесі жыл тағы да егеді. Қайта өсіре алмай жатқанда, мына өсіп тұрған үлкен биік талдарды қандай жүрекпен нетіп шауып